Ал құрметті оқушылар, бүгін жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын біз қиық конус элементтерін өткен болатынбыз. Қиық конустың қандай элементтері бар, соны есімізге түсіріп алайық. Және қиық конус дегеніміз не? Қиық конус дегеніміз не еді? Табаны мен табанына параллель кеманы Арасындағы бөлігі не деп атаймын? Қиық конус деп атаймын. Бізде мына жерде суретте тұр, барлығы жазылған. Мына H дегеніміз не? Биіктік. Ол не биіктігі? Конустың биіктігі. Биіктік. Мына жердегі нүктелер, ол не? Шеңбердің центрі. Яғни екі шеңбердің арасындағы арақашықтықты біз не деп атаймыз? Биіктік деп атаймыз. Табандары. Табандарында не орналасқан? Шеңбер басқаша айтқанда дөңгелек. Оның ауданында табуға болады. Бүйір беті. Бүйір беті ол толық мына шетіндегі қағазбен жасайтын болсақ, сол қағаздың барлығын айтамыз. Жасаушысы. Жасаушысын біз қандай әріппен белгілейміз? L деп атаймыз. Радиустар. Бізде қанша радиус бар? 2 радиус бар. Қандай радиустар? Біреуі үлкен радиус, біреуі кіші радиус. Ал енді бұны қайталап болсақ, біздің тақырыбымыз қиық конус бетінің ауданы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қиық конустың бүйір және толық бетінің ауданы формулаларын меңгеру және есеп шығаруда қолдану. Ал экранға назар аударайық. Бүгінгі қиық конустың ауданының формуласы. Бізде кітабымызда 113 бетте қиық конус бетінің ауданы тақырыбы бар. Сол тақырыпта теоремада, яғни жазамыз дәптерімізге, тақырыпты қоямыз. Қиық конус бетінің ауданы. Қиық конус бетінің ауданы. Қиық конус бетінің ауданы. Қиық конус бетінің ауданы. Теореманы жазып алайық. Қиық конустың бүйір бетінің ауданы табан шеңберлерінің ұзындықтары қосындысының жартысы мен жасаушысының көбейтісіне тең. Қиық конустың бүйір бетінің ауданы табан шеңберлерінің ұзындықтары қосындысының жартысы менен жасаушысының көбейтісіне тең. Теореманы көшіріп жазайық. Тақтадағы формулаға назар аударатын болсақ, яғни бүйір беті дегеніміз және теоремада пи көбейтілген r қосылған кіші r, яғни екі табанның радиусын қосып, неге көбейтеміз? Жасаушысына көбейтеміз. Яғни мына бөлік ол табанның, табандардың шеңбердің ұзындықтарының жартысы болады. Ал енді толық беттің ауданы бізде білеміз, қиық конуста екі дөңгелектен тұрады, және бір бүйір бетінен тұрады. Яғни бүйір бетінің ауданына екі табанының аудандарын қосады екенбіз. Формула жазып алайық. Формуланы жазып аламыз. Жазып па? Енді осы формуланы есеп шығаруда қолданайық. Келесі есебіміз осы есепті менімен бірге шығарайық. Қиық конустың жасаушысы 10 сантиметрге, ал табандардың радиустары 4 сантиметрге және 10 сантиметрге тең. Қиық конусының толық бетінің ауданын табыңыз. Ал қиық конусымыз бізде берілген.
қиық конусымыз берілген. Осының несі бар дейді? Радиустары. Яғни мынау шеңбері болса, о бір центрлері. Жасаушысы нешеге тең? 10 центр. 10-ға тең. Кіші радиусы нешеге тең? 4-ке. Үлкен радиусы 10-ға тең. Енді бізге осының берілген жазып алайық. Берілгенді не? Қиық конус. Қиық конус. L тең нешеге? 10-ға. R үлкені 10-ға. Кіші R тең нешеге? 4-ке. Табу керек. S толық бетін алған. Біз мына формулаға қоя салатын болсақ, бізде R-да бар, кіші R, үлкен R-да және L-да барлығы бізде бар, я? Осыған қоятын болсақ, S толық беті тең болады. Не істейміз? R квадрат алып. Яғни, P квадрат, P көбейтілген 4-тің квадраты қосылған. P көбейтілген 10 қосылған 4 көбейтілген 10 қосылған P көбейтілген 10-ның квадраты. 4-тің квадраты 16. P қосамын. Міне жерде 14 140 P өте жақсы. 140 P қосамын. 100 P-ді. Тең болады. Барлығын қосатын болсақ 256 P сантиметр не болады? Квадрат болады. Өйткені біз есепте берілгенде мына барлығы нешеден сантиметрден екен. Ал осы есепті дәптерімізге жазып алайық. Біз өткен сабақтарда осы конустың элементтерінің формулаларын өткен болатынбыз, белгісіз элементтерін табуды өттік. Жасаушысы белгісіз болса, биіктігі белгісіз болса, Ал енді бүгін осы қиық конустың ауданын табу формулалары, яғни осы екі формуладың ауданын табамыз. Негізі тағы да формула бар, бұл кітабымызда белгіленген. Оны келесі сабақта көрсететін боламын. Қиық конус дұрыстап сызып алайық, жазып алайық. Жазылып па? Енді бірінші сұрақ. Яғни қиық конустың бер бетінің ауданының формуласы қандай? S тең Бер бетінің ауданы. S тең PL жақсы ішінде үлкені қосылған кіші. Яғни шеңбердің ұзындығының жартысын, табандағы шеңбердің ұзындығының жартысын неге көбейтеміз? Жасаушыға көбейтеміз. Ал қиық конустың толық бет ауданын табу үшін не істейміз? Олар дөңгелектердің квадраттар және бүйір бетінің ауданына көбейтеміз. Басқаша айтқан кезде дөңгелектердің аудандарын неге қосамыз? Бүйір бетінің ауданына қосады екенбіз. Ал енді қазір өзіміз кітабымыздағы номері 271 есепті жазайық.